Дала қорғаны. Бір күні аспанда үлкен әңгіме басталды. Охо! Тағы да мен бірінші тұрдым. Сен ерте тұрмасаң, бәрі ұйықтап қалар еді ғой. Ай, сыр. Мен әлі ұйықтап жатырмын ғой, тыныш. Менсіз ешкім оянбайды ғой. Мен бе жарықтың бастығымын. Ал менсіз балалар тәтті ұйықтай алмайды. Сендер сөйлесіп тұрсыңдар, ал мен тоқтамай жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс? Сен тек айналып жүрсің ғой. Біз жай ғана серуендеп жүрміз. Дұрыс, айналып жүру де қызық қой. Көңілді. Дәл сол айналуым күн мен түнді жасайды. Онда сен де маңызды екенсің. Жер, сен әрдайым жаңа киім киіп жүресің ғой? Менде жыл мезгілдері бар. Қысқы пальто, жазғы көйлек, күзгі шапан, көктемгі көйлекшелер. Ал сен күн әрқашан бірдей. Енді сахна менікі. Жұлдыздар, сендер дайынсыңдар ма? Біз де дайынбыз. Балаларға тыныш түн сыйлайық. Менің бір жағым күндіз, бір жағым түн екенін білесің бе? Сонда сен екі түрлі уақытты бірге ұстайсың ба? Мен суперпланетамын! Менсіз ешбір ағаш өспейді. Мен толқындарды қозғалтамын. Сен де керек екенсің ғой, ай. Ал сенсіз әлем суық болар еді ғой күн. Рас айтасың, ай. Бірге болғанымызға қуаныштымын. Ендеше біз бәріміз бір командамыз. Ай, сен кейде неге жіңішкеріп кетесің? Ой, күн, бұл менің табиғатым ғой. Диетадамын. Жұлдыздармен кешкі ішпеймін. Ғарыштық диета ма? Ал сен неге тоқтамай айналасың? Мен тоқтағым келмейді. Неге? Себебі мен әлемді жақсы көремін. Ал, мен түнгі блогермін, жұлдыздар. Менің шамдарым. Әр қайсысының өз міндеті бар. Бірге болса, әлем әдемі.